Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балалар мультигіндегі үлкендерге арналған құпияларды көреміз. Менің ойымша, сіздер бала кезде осы мультикті көргенде осындай құпияны байқамағансыздар. Құпиялар ұятсыз, пасхалкалар. Қысқасы кеттік. 10-шы орында Удивительный мир Гамбола мультигі. Басты кейіпкер бананның үйіне келгенде, ол бананның апельсинді ашып отырған видеоны көріп отырғанын көреді. Бананның реакциясын қараңыздаршы. Ашық апельсинді көру бұл әлемде басқа мағынаны беретін сөзсіз. Геркулес мультигінде эксгибиционист пен сцена бар. Ол кім десек, эксгибиционист адамдарға өзін жалаңаш көрсететін адам екен. Бірақ мультикте әрине ол басқаша. Өзінің денесінің орнына ол күн сағат коллекциясын көрсетеді. 8-ші орында Новая жизнь Рокко. Рокконың көлігін конфискация жасағанда, ол көлігі Роккоға хабарласып, тез ол жерден алып кетуін сұрайды. Артынан зорлап жатқандай дауыстар естіледі. Солай ма, жоқ па білмеймін, бірақ ұқсас. Это тебя, Рокко, машина. Машина? Алло? Рокко, меня арестовали. Ты должен меня вытащить. Быстрее! Спанч Боб мультигінде апельсинге ұқсас сцена бар. Бірақ апельсиннің орнында бұл жерде бір теңіз тіршілік иесін көрсетеді. Бөлмеге Гарри кіріп келгенде, Спанч Боб тез арада басқа арнаға ауыстырады. И мына теңіз тіршілігі бұл әлемде үлкендерге арналған кино сияқты. 6-шы орын Эд и Эдди. Бұл құпияны байқау қиындау екен. Ванна бөлмесінде қарасақ, өте көп хаттар ілініп тұр. И жақындатып қарасақ, өте қызықты сөздерді көреміз. Өзіңді ұстама, или типа солай. 5-ші мультик Осмосис Джонс. Оны мен көрмедім, оның бар екенін де білмеппін. Бірақ мультикте қызықты бір құпия бар. Балаларға түк арналмаған. Мультикті көрмедім, бұл жердегі жаратылыстар кім екендерін білмеймін. Сөйтіп осы жерді тоқтатсақ, мына мүсінді көреміз. Ол жерде біздің жаратушымыз деп жазылған. Ал мүсін сперматозоидқа арналған. 4-ші орында История игрушек 2. Джесси итті бөлмеден эффектіні шығарғанда базда тұрып кетеді. Ранец, ал сіз не ойладыңыз? 3-ші орында тағы да Спанч Боб. 1-ші сезонның 90 сериясында Спанч Боб өзінің коронный тамағын жасауды ұмытып қалады. Сол себептен ода депрессия басталады. Үйі быт-шыт шығып, сосиска телевизор үстінде, стенада жұмыртқа, и Спанч Бобтың басында трусыйы болады. Мүмкін приколды түсінбедіңіздер, ал осылай істесемше, түсінікті. Білін, негізі видеода болып жатқанда айтып отыру қандай қиын, білсеңіздер ғой. Өкінішке орай, бұл сценаға сөзім жоқ, сол үшін кешіріңіздер. И міне. The trans-dimensional toothbrush. Okay, buddy, but you got no teeth. Right, but who can resist this? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? И ақыры 1-ші орында тағы пингвин. Бірақ мультик «Делай ноги» деп аталады. Бұл сценада екі пингвин бір-бірімен соғылып қалады. Ұшып келе жатқанда олар бірнеше ұятсыз кейіпте болады. Бұл не, кездейсоқ па жоқ па білмеймін, қалай болса да өздеріңіз көріп отырсыздар. Осындай да мультиктер болады екен ғой. Бала кезде бәрі басқаша қабылданады. Сөйтіп осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube'дамыз.